Саламатсыздар ма? Бүгін бізде мынандай ситуация болып тұр. Іңкәр доктор қызы қаланың математикадан бір жылға, қаланың ағылшыннан бір жылға курс алған. Ағылшын бір жыл, математика бір жыл. Енді мәулен менеджер өзі математикаға тіркеген, енді біз қазір ағылшынға тіркейміз. Ол үшін оқушының алдымен даныларын аламыз. Бізде оқушының данылары бар, мысалға өзі тіркеліп тұр ғой, енді базада бар номері тұр, ата-ана номері, сыныбы деген секілді. Бізге ағылшын бойынша данные керек, яғни старт уақыты, ағылшын төлемінің чегі, сосын амоср емес стрем сілтемесі. Осы бойынша қазір тіркейміз. Ең алдымен админкаға кіріп, жаңа төлем деген жерге кіреміз. Телефон номерге іңкәр доктор қызының ата-анасының номерін тіркесек болады. Бізде мен сіздерге қазір көрсетейін. Ағылшыннан төлем бойынша біз мына чекпен тіркейміз. Бұл чекте мен көріп тұрғандарыңыз 150 мың теңге, 25-і 17-13-те рассрочка арқылы алынған. Теңге, яғни теңгеге 150 мың теңге жазамыз. Теңге таңдаймыз. Банк шоты қалған кезет Каспи. Өйткені Каспи арқылы ғой, Каспи тіркейміз. Не арқылы төленді? Бұл бізде 12 ай рассрочкалық тіркелген. Егер наличка болатын болса, Каспи Пей таңдаймыз. Бізде қазір бұл Каспи кредит, яғни 0012 рассрочкалық тіркелген таңдаймыз. Кім арқылы? Бізде менеджердің аты. Менеджердің атын сіздер қарайсыздар. Мәулен Тұрсынжан. Мәулен Тұрсынжан. Төлеген уақытын қараймыз. Төлеген уақыты 25-і сағат 17-13-те тіркеген. 25-і 17-13-те тіркеген. Сілтеме, Каспи чек сілтемесін аламыз, қоямыз. Келесі бізде бұл менеджердің сипуни, яғни сілтемесі ғой. Бұны менеджер автоматын өзі қояды, бізге бұған достық жоқ. Сол үшін сіздер менеджерден сұрайсыздар, болмаса уақытша басқа сілтеме қоя тұрасыздар. Амонстрем сілтемесіне менеджер өзі жіберген сілтемені аламыз. Бір тексеріп қарасаңыздар болады. Міне, Мәулен Тұрсынжан атында тұр, 300 сомдық. Осыны қоямыз. Бізде жазылым құрастыру керек пе? Әрине керек. Бізде ағылшын бойынша құрастырамыз. Өйткені біз ағылшын тіркеп жатырмыз ғой. Так, жаңа оқушы базада бар оқушы. Бұл бізде іңкәр доктор қыз деген жалпы базада бар. Бізде база ретінде математиканың да ағылшын базасы бір болып саналып береді, база ретінде бар. Сол үшін оқушы номерін аламыз. Базада бар оқушыны таңдаймыз. Номерге оқушы номерін жазамыз да даналар тексереміз қазір. Міне, шықты, осыны қараймыз. Не арқылы бізді тапты? Лид тұр ғой, лид түрін біз қараймыз. Webinar Hunter. Төлемді бөлмейміз. Барлығы бізге басуының қажет жоқ. Өйткені бұл авто емес, төлемді бөліп жатқан жоқпыз. Толықтай бір чекпен бір оқушыны тіркеп жатырмыз. Старт уақыты бізге айтқандай 26, яғни 6 айдың 26-сы басталады. Ертеңнен қоямыз. Бір жыл болған тексеріп, сақтау деген басамыз. Енді оқушы тіркелді ма тексереміз. Ол үшін оқушының номерін алып іздейік, қарайық. Міне, іңкәр доктор қызы Мәуленнің атында Webinar Hunter математика курсы. Екінші біз тіркегеніміз іңкәр доктор қыз 150 мың теңге, Мәуленнің атында ағылшын курсы. Бұлай тексерсек болады тағы. Көзді басамыз. Міне, бір оқушы ғой, бір оқушы, 6 сынып оқушысы. Міне, 150 мың математика алып тұр, 150 мың ағылшын алып тұр. Бізде тіркелді. Осылай тіркестер алда уақытта.